Отандық танымал әнші Төреғали Төрәлінің қарындасы отбасылық өміріне қатысты ел көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Жақында ғана үйлену тойын дүркірете тойлаған Фариза Төрәлі не себепті ата-енесімен бірге тұрмайтынын айтты. Фариза Төрәлі келін атанғалы ата-енесімен бір шаңырақ астында тұрмайтынын ашып айтты. Төреғалидың қарындасы бұл шешімнің өзіндік себептері бар екенін де жасырмады. Белгілі болғандай, келіншегімен бөлек тұру күйеу жігіттің өз қалауы екен. Фариза Төрәлі өзін сұрақтың астына алған қалың көпшілікке Instagram парақшасында жауап беріп, аталмыш мәселеге нүкте қойды. Бөлек тұрасыздар ма? Жиі қойылатын сұраққа жауап берейін деп шештім. Жеке өмірім жайлы көп айтпасам да, арасында осындай сұрақтарға жауап беріп тұрамын. Ата-енем өте парасатты жандар. Түсінігі мол және әрқашан мені қызындай қолдау береді. Және өте қамқор. Енем де, сені өзіме ұқсатамын, мінезіміз ұқсайды. Жас кезімде сендей болғам деп жиі айтады. Жолдасым өзі қалаған соң, ата-анамыздың разылығымен ғана бөлек тұрамыз. Бізге тек оқыңдар, дамыңдар, өсіңдер деп қолдау беріп отырады. Ал мен жолдасымның қандайда болсын шешіміне қосыламын. Ең бастысы оның разылығы. Өзімнің жеке тұлғалық дамуыммен жұмыс жасаудамын. Көркем мінезді болып, ата-аналарым мен күйеуімнің разылығы ғана керек. Адам үнемі өзін есепке салып, кемшіліктерін түзеп отыруы қажет, деп жазды Фариза Төрәлі.